Пандемия кезінде бәсеңдеп кеткен Қазақстан ақш арасындағы сауда-саттық соңғы 2 жыл қатарынан қайта артып келеді. Былтырдың өзінде 30%-ға өсіп, 2,5 миллиард доллар болған. Биыл Ресейге салынған санкцияларда өзара байланысқа кедергі болмауы тиіс дейді сарапшылар. Осы елдегі меншікті тілшіміз Жалғас Сәдібекұлы жалғастырады. Батыс елдердің Ресейге салған санкциясы Қазақстан-ақш байланысына кері әсер еткен жоқ. Керісінше сауда-саттық арта түскен. Мәселен, биыл жарты жылда 1,5 миллиард долларға тауар айналым жасалған. Бұл былтырдың сәйкес кезегімен салыстырғанда 40%-ға көп. Ал биыл Қазақстан экспорты 77%-ға өскен. Бұған негізінен шикі мұнай және ферроқорытпа сияқты тауарларға сұраныстың артуы себеп. Экспорттың үлесінде қара түсті металдар мен одан жасалған өндірістік заттар да бар. Ал мұхит асып келген тауарлардың ішінде жүк көліктері, қозғалғыштар, вакциналар мен дәрі-дәрмек басым. Жалпы Қазақстанда екі елдің 700-ге жуық бірлескен кәсіпорны жұмыс істейді. Қазақстан тәуелсіздігін жариялаған тұстан ақшпен өте тығыз қарым-қатынас ұстанып келеді. ақш Қазақстан үшін ең үлкен инвестор саналады. Тек мұнай-газ саласында емес, одан бөлек түрлі секторларда жұмыс істеп жатыр. Вашингтондағы конгресстегі және Ақ үйдегі әріптестермен пікір алмасқанда, шынымен Қазақстан ақш үшін бағалы әріптес екенін байқаймын. ақш Қазақстандағы негізгі 3 инвестордың бірі. Тікелей құйған қаржысы 60 миллиард долларға жетіп қалды. Оның 3-тен бірі тау-кен өндірісіне салынған. Бірақ екі жақты байланыс шикізат өндірісімен шектеліп қалмауы тиіс. Биыл қыркүйекте Goldman Sachs, JP Morgan секілді бірнеше ірі қаржы алпауыттарымен кездескен мемлекет басшысының бизнесмендерді тың салаларға қаржы құюға шақырғанда содан. Мен ойымша дәл қазіргі уақытта ақш стратегиялық тұрғыда өзінің байланысын тереңдететін елдің бірі Қазақстан. Екі ел қарым-қатынасы Америка Құрама Штаттарынан келетін қауіп-қатерді еңсерудің жолы деп санаймын. Қазақстан аймақтағы жетекші ел, орталық Азия ғана емес, тұтас Еуразия құрлығында маңызды орны бар мемлекет. Екі елдің байланысы позитивті бағытта өріп келеді. Десе де бізде әлі де әріптестікті тереңдете түсетін салалар жетерлік. Нью-Йорктегі кездесуде америкалық инвесторлармен 7 келісім жасалуы екі жақты ынтымақтастықты одан әрі тереңдете түспек. Мәселен, Microsoft IT зертханасын ашса, General Electric медициналық құралдарды шығаратын кәсіпорын салады. Ал Pfizer компаниясы вакцина өндірісін жолға қоймақ. Қазіргі таңда ондаған ірі америкалық компания Ресей нарығынан шығып жатыр. Келер жылда трансұлттық корпорациялардың көрші елден кетуі жалғасады дейді сарапшылар. Сондықтан оларды Қазақстанға тартып, өндірісін іске қосуға барынша күш салу керек. Мемлекет басшысының ақш бизнесмендермен кездесуде осыны аңғартса керек. Жалғас Сәдібекұлы, ақш.